Инсульт дегеніміз ми тамырларының зақымдалуы мен мидағы қан айналымының жіті бұзылуы болып табылады. Инсульт дегеніміз өте күрделі ауру болып келеді. Қазіргі таңда егер үйлеріңізде артериялық қан қысымымен ауыратын кісілер болса, осы кісілердің туыстары және сол кісілермен бірге тұратын адамдарға білген өте маңызды. Мына суретте қарап отқаныңыздай көрдіңіздер ме, мидың қан тамырларының зақымдалуы. Өз инсульттің екі түрі бар: геморрагиялық және ишемиялық деп бөлінеді. Геморрагиялық дегеніміз міне қан тамырдың, яғни көріп тұрсыз, қан тамыр жарылып, қанның құйылуы миға. Ал ишемиялық дегеніміз осы қан тамыр тромбпен бөгеліп, бірақ қан тамыр жарылмайды, бөгелгендіктен оттегі бармайды, содан ми жасушаларының өлімі болады. Бұны инсульт деп атаймыз. Осы инсульт адам алған кезде бастапқы 3 сағат бәрін шешеді. Инсульттың бастапқы белгілері ол бірінші баста жарты беттің жансыздануы болып келеді. Мына суретте қарап отсаңыздар, міне. Мына беттің, көрдіңіздер ма? Мына беттің жартысы жансызданады, сосын науқастың сөйлеуі қиындайды. Науқастың сөйлеуі қиындап, бетіне қараған кезде екі беті бірдей болмайды, яғни симметриялы болмайды. Сонымен қатар, яғни дене бөліктерінің, қолының немесе аяғының күш кету, немесе сол бір жақ қолын, бір жақ аяғын, бір жақ денесінің жұмыс жасамай қалуы. Сонымен қатар жүрістің бұзылуы мүмкін. Сосын науқас сөйлеген кезде сөздің анық болмауы. Сізге науқас сөйлегенде сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Және науқастың кенеттен басының айналуы, бастың ауруы, көздің қарауытуы және науқастың ұйқысының келуі мүмкін. Осы симптомдарды есте сақтаңыздар. Егер сіздерде осындай симптомдар болса, жедел түрде жедел жәрдемге қоңырау шалыңыздар 103-ке. Сонымен қатар, жедел жәрдем келгенше науқасты тегіс беткейге жатқызасыздар. Себебі бастың бүгілулері болса, миға қан дұрыс түспей, науқастың жағдайы нашарлауы мүмкін. Сондықтан науқасты тегіс беткейге жатқызып, науқастың кеудесін қысатын киімдердің бәрін ашып тастаймыз. Егер науқас құсайын деп жатса, науқасты бір жақ бетіне ғана жатқызамыз қиғаштап. Сосын егер науқас құсып жатса, аузынан құсық массаларын тазалау керек. Себебі құсық массаларымен тұншығып қалуы мүмкін. Осы симптомдарды есте сақтаңыздар, ауырмаңыздар, өздеріңізді денсаулықтарыңызға қарап, яғни ылғи да қан қысымын өлшеп жүріңіздер. Ал егер сізде осындай симптомдар болса, жедел түрде жедел жәрдемге қоңырау шалыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламатта болыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар, болашақта маңызды ақпараттарды қолдан жіберіп алмаңыздар.